Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай ерекше дәмді болып шығатын Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып саламыз. Суда жұмыртқада міндетті түрде салқын болу керек. Одан кейін үстіне шым-шым тұз қосып, уксус қосатын боламыз. Менде уксус 70%, сондықтан да мен уксусты қасықтың ұшында ғана қосамын. Ал егер сіздерде 70%-дан төмен уксус болатын болса, бір қасық қоса бересіздер. Енді барлығын араластырып, тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Ендігі кезекте сары майымызды алып, ұнға үгітеміз. Ұнтақ жасау керекпіз. Сары майларыңыз міндетті түрде салқын болу керек. Мен қазір ғана тоңазытқыштан шығарғам. Қолымызбен осылай бәрін үгітіп шығамыз. Негізінде бұны үккіштен өткізіп істесеңіздер де болады, бірақ мен бәрін майдалап турадым. Міне барлығын осылай қолымызбен үгітіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте жаңағы сұйық массамызды осы ұнымызға қоса отырып, бір келкі қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды ұзақ илемейміз. Міне осындай жұп-жұмсақ бір келкі болғанға дейін илеу керекпіз. Одан кейін целлофанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағатқа дейін қатуы керек. Міне енді қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Мен 9 бөлікке бөлемін, себебі мен 24 диаметрлік формада жасайын деп жатырмын. Сіздің қанша бөлікке бөлетініңіз сіздің диаметріңізге байланысты. Міне мен қамырымды бірде қылып 9 бөлікке бөлдім. Енді осыны жайып пешке жіберетін боламыз. Қамырымызды жайып болған соң осындай пергамент қағазына орналастырып, үстін шанышқымен басып шығатын боламыз. Міне енді осы қамырымызды 180 градуста
5-6 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз өте тез піседі, сондықтан да пеште ұзақ қалдырмаймыз. Міне мен барлығын 180 градуста 5-6 минутта пісіріп алдым. Енді кремін істейтін боламын. Міне мен енді крем дайындамақшымын. Ол үшін қаймаққа 3-4 ас қасық қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейтін боламын. Негізі бұл тортқа заварной крем де өте жақсы барады, сондықтан да заварной кремді істесеңіздер болады. Енді торттың шетінен шыққан осындай қамырларды қолымызбен езетін боламыз, яғни мұжамыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен міне кремді 3-4 ас қасықтан қосып, барлығын торттың бәрін осылай жинаймын. Міне мен арасына осындай малиналарды да қосып жіберемін. Бұл міндетті емес. Ендігі кезекте бетін әсемдейтін боламыз. Бетін әсемдеу өз фантазияларыңыз бойынша. Мен осылай әсемдедім. Тортымыздың кремі сіну үшін холодильникке кем дегенде 1-2 сағатқа қоямыз. Міне бізде тортымыз дайын. Тортымыз өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Мен парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мерей.